Қыс мезгілінде бірден желінетін огурцы по-корейски салатының банкіге жабатын боламыз. Дәмі өте ерекше және кез келген тамақпен ұсынсаңыздар болады. Алдымен 4 кг қиярымызды жақсылап турап, ұзын шағып турап аласыздар. 4 кг сәбізімізді де ашып, оны да ұзын шағып өткіштен өткізіп аламыз. Сөйтіп, бұл екеуін шұңқылдау ыдысқа оны жайғастыратын боламыз. Үлкен 3 дана жуамызды дөңгелетіп кесіп аламыз. 2 пушок укробымызды, 2 пушок петрушкамызды майдалап тураймыз. Сарымсағымызды, 2 пачка лавровый листімізді барлығын осының үстіне қойып жайғастырамыз. Бөлек маринадқа 1 стакан қант, 1 стакан сұйық май, 3 ас қасық тұз, 3 ас қасық уксусты құйып араластырып аламыз. Сосын осы маринадты жаңағы салатымыздың үстіне құйып, жақсылап тұрып араластырып, 3 сағатқа салқындау жерге жібереміз. Әрбір жарты сағат сайын араластырып тұруымыз қажет. 3 сағат өткеннен соң буланған банкімізге осы салатты жайғастырып, суда 1 сағаттай қайнататын боламыз. Салаттың бетін бұрап қоймаймыз суға қойғанда, тек қана бетін жауып қоясыздар. Сосын 1 сағаттай қайнағаннан соң крышканың бетін бұрап, басын төңкеріп 1 күнге қалдырамыз. Мына видеода мен бетін жай ғана жауып қойдым, бұраған жоқпын. Ас болсын, сіздермен бірге Әлсен Гаухар парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.